Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен бірге осындай өте дәмді печенье әзірлейтін боламыз. Ол үшін ұн мен тұзды жақсылап араластырып аламыз. Содан соң салқын майды бүккіштен жақсылап өткізіп, осылай қолмен крошка жасаймыз. Содан соң қаймаққа нан содасын қосып араластырып, оның үстіне қосып, жақсылап осылай қолмен қамыр илеп аламыз. Салмасына үгілген грек жаңғағына қант, ванильный қант және ерітілген майды қосып жақсылап араластырамыз. Дайын болған қамырды 3 бөлікке бөліп, әр қамырды осылай жақсылап жұқартып оқтаулап аламыз. Қамыр неғұрлым жұқа болса, печеньелеріміз дәмді үгітіліп тұрады. Осылай квадраттарға бөліп алып, әр квадратқа бір ас қасық салма салып, осылай жақсылап орап аламыз да, осы печеньелерімізді қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Піскен печеньеге